Құрметті достар, бүгінгі тақырып киіктер туралы. Соңғы жылдары 2 миллион басқа дейін көбейді киіктің саны. Әрине, бұл жақсы жаңалық, керісінше біздің шаруаларымыз, диқандарымыз зардап шегіп жатыр өйткені. Сол киіктердің көбеюінің кесірінен егістеріміз тапталып жатыр, тағы басқа. Ал менімше бұл жерде сол проблемаға екі жақтан қарау керек. Өйткені киік деген қасиетті киелі жануар. Динозаврлар кезінен келе жатқан, қазақтың маңдайына жазған, ұлы далаға жазған жануар. Жалпы біздің бабаларымыз да киелі қасиетті деп ешқашан тиіспеген киіктерге, өткені біздің бабаларымыз байқаған. Киіктер өткен жайлаулар одан соң гүлденіп кетеді екен. Өйткені әлгі мыңдаған тұяқтардың арқасында кәдімгідей аэрация болып, және басқа өсімдіктер шөбі қоюланып, керісінше қазақтың бағып атқан малына жақсы әсер береді екен. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде көп болса жарайды 50 мың егіс гектар, 100 мың гектар егіс бүлініп қалсын сол киіктің кесірінен. Соның еншісіне үкімет кәдімгідей қаражатын толтырып, әлгі фермер мысалы сатай алмаған, өсіре алмаған бидайына орнын толтырып беру керек, ақшалай. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Үкіметте қаражат бар, Құдайға шүкір. Мұнайдан тағы басқадан түсіп жатқан. Ал болашақта, менімше, егер киіктің саны 5 миллион болса, 10 миллион болса, ол да кәдімгі қазба байлықтарымызбен бір қатарда тұратын бір байлыққа айналады. Қазақтың маңдайына жазған. Оның еті де, оның мүйізі де қазақтың қазынасы үшін, қазақтың болашақ ұрпақтары үшін кәдімгі бір үлкен ұпай әкелетін бір резерв деп айтсақ артық болмас. Ал егер қазіргі мынау экология министрі айтып атқаны таңғалам, бізге 80 мыңын атып алу керек деген. Шашал десе басалар деген біздің халқымыз бар. Қазірдің өзінде заңдар қатал болып тұрғанда, тиым салынып тұрғанда киікті атып алуға бірнеше біздің инспекторымыз оққа ұшырап жатыр. Бірнеше біздің инспекторымыз өзінің жанын беріп жатыр, сол киікті сақтап қалу үшін. Білесіздер, қаншама біздің азаматтарымыз қорғап жүрген қайтыс болды, мүгедек болды, ерлік танытты. Сондықтан егер ресми түрде үкімет рұқсат берсе, ол 80 мыңмен шектелмейді өкінішке орай. Шашалудың орнына бас алады біздің оңбаған жерлестеріміздің бірең-сараңы сол бизнесқа айналдырған. Сондықтан ол 80 мың киік қырылмайды, 180, 200 мың, 80 мың, 380 мың киік кетеді. Қайтадан осыда бұрын 15-20 бұрын білесіздер ғой, 100 мыңның астына түсіп қалды, 50 мыңға дейін, 30 мыңға дейін киіктің саны. Дәл сондай жағдайға қайттан тірелуіміз әбден ықтимал. Сондықтан менімше киікті керісінше. Кезінде 45 миллион басқа дейін болған екен ұлы даламызда киіктің саны. Сондықтан қазақтың маңдайына жазылған қасиетті жануар. Қазақтың даласын жақсартып келе жатқан жануар. Біз киікті сақтайық. Біз киікке тиіспейік. Керісінше, әлгі өгізі де өлтірмей, арбаны да сындырмай, біз киікті қарай сақтайық, сан көбейтейік. Ал зардап шегіп жатқан өзіміздің бауырларымыз, фермерларымыз үкіметтің тарапынан, бюджеттен қосымша қаражат алсын. Егер потрава болса, тағы басқа киіктен келіп жатқан зиянның орнын толтыра алатындай үкімет жәрдем жасасын. Міне өз жеке басымның ойым осындай, өткені көп азаматшалар хабарласып жатыр маған, Арман бауырымыз нағып сен үндемейсің деген сияқты. Мен өзім аңшымын, табиғатта жүргенді қалаймын, ешқашан киікті атқан емеспін, атпаймын да, рұқсат болса да. Бірақ та менімше бұл жерде ол тек қана қазақтың ғана
маңдайына жазылған ұлы дала емес, ол киіктің де маңдайына жазылған ұлы дала. Соны да біліп жүрейік. Егер киікте тілі болса, ол да менімше дәл менікіндей әңгіме айтар еді, өздеріңізге айналайындар. Ал қазіргі жағдайда олар үнсіз, тек қана оқ тигенде кәдімгідей балаша еңірейді, жылайды, қарғайды. Оны да ұмытпаңыздар ешқашан.